Ассаламу алейкум достар. Өткен видеода біз үйімізді көтеріп, үстін жапқан туралы айтып бергенбіз. Егер көрмесеңіздер, каналымыздан кіріп көріңіздер. Ал енді бұл видеода үйіміздің ішкі жұмыстары туралы айтып береміз. Алдымен потолокқа гипсокартон қатардық. Осылай әртүрлі потолок істедік. Бірақ басқа комнаталарда енді көбінесе теп-тегіс қылдық. Себебі ондай быжырқай ою-өрнек бізге ұнамайды. Екі холды бөлетін осындай арка істедік. Қалған бөлмелерге де осылай тегіс ұрып шықтық. Бәрі тегіс жақсы шықты. Содан соң ламинаттың астына тегіс болу үшін наливной пол құйып шықтық. Бүкіл комнаталарға сосын барып жылу жүйесін орнаттық. Трубалар, батарейкаларын қойып шықтық. Осылай пол теп-тегіс болды. TV зонаға осындай арнайы декор панель заказ бердік. Гипстен жасалған. Дуалда осылай көрінді. Бұны әлі аппақ бояумен бояймыз. Ал жалпы үйдің дуалдарын осындай сері түске боядық. Бізге өте ұнап жүрген тұс осы еді. Сосын ол дуал ерекше болу үшін осындай рамкалар қойдық. Молдингтарынан. Және оның ішін осындай арнайы краскамен боядық. Аркабалено аты. Және полға осындай ламинат қойдық. Астына арнайы өзінің төсенішін төседік. Ламинатты біз қырынан қойдық. Өте ерекше әдемі шықты. Дуал бояған краскалар осылар Deluxe және Marshall краскалары. Егер сіздерге керек болса. Одан кейін есіктерді қойдық. Осыны аппақ есіктер алдырдық. Өте сапалы. Одан кейін ванна мен санузелді ішін реттеуге кірістік. Су және кәріз трубаларын кіргіздік, шығардық. Және олардың бәрін осылай арнайы гипсокартонмен жаптық. Мына жерде раковина болады. Осындай кафель таңдадық полға. А бұл стенный кафельдер. Ваннаға осылай теплый пол жайдық. Мұнда душевая кабина болады. Одан кейін рамкалардың біреуіне осылай айналардан мозаика істеуді жөн көрдім. Айналардың өзінің размерін айтып алдырдым заказбен. Ал жинауына өзім кірістім. Қатты қиын емес екен. Достар, осымен екінші бөлімнің соңы. Алдыңғы бірінші бөлімді және кейінгі шығатын үшінші бөлімді көруді ұмытпаңыздар. Лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Сіздерге де осында үй салу жұғысты болсын.